Бердібек Соқпақбаев, бурыл ат. Ор болып қалушы еді шапқан жерің, шаттанып тұрушы еді қосқан елің. Бота тірсек, қыз сағақ, сандал керім. Ақан сері. Жиын терін қызу жүріп жатқан күзгі уақыт. Колхоз парторгі Кәрім бір күні үйіне шұжықтай тұнған әдемі семіз бурыл ат жетектеп келді. Кәрімнің 16 жасар інісі Сүлеймен жақсы ат көрсе, ішкенасын жерге қояды. Оған бір мініп түспейінше көңілі көншімейді де, жаны жай таппайды. Жалына созса қол әрең жететін биік, әсем тұлғалы бурыл атты көргенде Сүлейменнің көзі жайнап кетті. Колхоздағы 4 тұяқ, қыл құйрықтың іске татырының оған бәрі мәлім. Ал мына ат болса, бұрын Сүлейменнің көзіне шалынбаған, соны мал. Аға, бұл кімнің аты? Деп Сүлеймен ынтық бола сұрады. Өзіміздікі, қайдан алдың? Заставадан сатып алдым. Күзде соғымға соямыз. Сүлейменнің өрекпіп тұрған жүрегі мына сөзді естіп, дір ете қалғандай болды. 12 мүшесі сау, жап-жас әсематты соғымға соямызы қалай? Інісінің ойын Кәрім кейпінен білді. Бурылды ауланың оңашалау бұрышына байлап, жайғастырып болған соң істің мән-жайын баян етті. Осы поселіктің тап іргесінде су бойында шекаралық застава бар. Ондағы шекарашылар мен колхоз адамдары бауырмал, аралас-құралас. Қажет болған жағдайда шекарашыларға көмек етіп, қол үшін беру үшін колхозшылардан құрылған жасақшылар тобы бар. Оның басқарушысы да осы Кәрім. Соңғы 1-2 жылда жай адамдардан құрылған бұл топ айласын асырмақ болған бірнеше шекара бұзушыларды ұстап, заставаға табыс етті. Ұсталғандардың ішінде небір сұм сұрқия қауіптілер де бар көрінеді. Міне сол заставаға жаңадан аттар әкелінген екен. Соның ішінен осы бурыл атты солдаттар қанша азаптанғанмен үйретіп міне алмай қойыпты. Содан соң 2 акты жазып, жарамсыз етіп шығарыпты. Мана колхоз кеңсесіне застава бастығы капитан Халварши келген. Ол Кәрімнен оны-мұны шаруаны сөз етіп отырды да, сендер қазақтар жылқы етін жақсы көресіңдер ғой. Бізде жарамсыз болған бір ат бар. Соны арзан бағаға берейік. Сатып ап, соғымға соймайсыңдар ма? Деді. Семіз бе? Семіз болғанда қандай? Жарылғалы тұр. Кәрім капитан Халвашимен ілесіп заставаға барды. Қорада шөп жеп тұрған жерінен атты көрді. Әдемі бесті екен. Түрінен пәлендей ит мінезі байқалмайды. Бұның несі бар? Неге жуасымайды? Деп сұрады Кәрім. Бұлай, жай тұрған кезде бұл жоп-жуас. Ұстап жеген деуге, ерттеуге бәріне көнеді. Ал бірақ адам мінгізбейді. Адам мінсе қоян шыға ұстайды. Түлей ма не керек, мөңкей ма, әйтеуір үстіндегі адамды ұшырып түсірмейінше мөңкуін қоймайды. Бұны үйретем деп бір солдаттың иығы шығып, енді бірінің қолы сынды. Сондай мүттайым. Капитанды тыңдады да Кәрім иланды. Олай болса, мен бұны қыста соғымға сояйын. Әңгіме осымен тынды. Көңілде екі дос ұзақ саудаласып жатпады. Кәрім арзанға сатып алды. Содан жетектеп келіп тұрғаны осы еді. Кәрім өз атына мініп кетіп бара жатып, мен өмірәліге айтам, бұны жылқыға кетеді. Оған дейін тұрсын, ешқайсын тиіспеңдер, деді. Сүлеймен үндеген жоқ. Кәрім кеткен соң да Сүлеймен бурыл атқа көз алмай ұзақ қараумен болды. Тіпті қарамау мүмкін еместі. Тұлғасы қандай сұлу еді шіркіннің. Өз бойындағы осы сұлулықты оған мынау атқұмар албырт жасөспірімнің қызыға да, құмарта да қарап тұрған бурыл ат сезетін тәрізді. Қарасаң қара дегендей тұлғасын көлденеңдей тосып, қамыс құлақтарын тынымсыз қайшылап, пысқырынып, мойнын аққудай иіп, шекесінен қарап қояды. Алдыңғы аяқтарын кербездікпен сәндене сілкіп, жер тарпиды. Мініс көріп қағылмағандығы ап-айқын білініп ақ тұр. Үстіне шыбын келіп қонса, дір ете қалады. Шіркіннің не маңдай, не аяқ тұстарында бір шөкім тембіл белгі болсайшы. Тұла бойы түп-түгел шымқай бурыл. Тек тұяқтары ғана әдейі сән үшін орнатылғандай қап-қара тіп-тік. Осы тұрғанда бурыл аттың бойында адам қолына пайда болған бір ғана белгі өзгеріс бар. Ол құйрығының кеерсектен жоғарырақ етіліп қырқылғандығы. Заставада болған азды-көпті уақыттың ішінде әскери өмірден бурыл атқа жұққаны тек осы болса керек. Сүлейменнің танығыш, сынамшыл көздері бурыл аттың бойынан иненің жасуындай да мін таба алмады. Оның ынтықтығы артқан үстіне артып, басына шіркін-ай, өзім мінер ме еді деген ой келді. Мынадай әсем атты пышаққа шалу бері болғанда обал да, ары болғанда қылмыс. Жаратып мініп алған кезде бурылдың түр тұлғасы бұдан да көріктеніп, бұдан да әсемденіп кететіндігі Сүлейменнің көз алдына елестеді. Сүлеймен бурыл атқа алдыңғы жағынан жақындап келді. Алақанын созып, еміреніп, шынайы достық ниет ұсынды.
Бурыл секемденбей тыныш тұрды. Созылған алақанды дәмелене иіскеді. Сүлеймен бұған қуанып, батылданып, Бурылдың маңдайын, жағын сипап, онан соң бірте-бірте мойнына қарай жақындады. Жоқ, Бурыл ат үркетін емес, адам есіне кәдімгідей үйренген кейпі бар. Сүлеймен әне оның шоқтығын арқасын сипалап тұр. Бірте-бірте қасмалдай жылжытып, қолын оның сауырына да апарды. Бурыл аттан ешқандай сезікті мінез байқалмайды. Ағасының әлгіндегі айтқанда Сүлейменнің есінде. Үстіне адам мінсе қояншығы сонда ұстайды. Әйтпесе тыныш тұрады деп еді ғой. Бірақ алғаш үйретілген кезде тулап мөңкімейтін жылқы баласы бар ма? Бәрі де мөңкіп тулайды. Тек оған беріспеу, өктем бола білу керек. Бұны үйретуге қалай да болады деген ой Сүлейменнің басына мықтап орнады. Әлгінде Кәрім айтқан Өмірәлі Сүлеймен мен Кәрімнің немере ағалары. Колхозда жылқы бағады. Отан соғысына қатынасып, сол қолынан жаралы болып келген. Қолының кемдігіне қарамастан Өмірәлі бұрынғысынша колхоздағы асау біткеннің пірі. Шалма тастағанда қашағанның қақшаңдаған басына лып еткізіп дәл түсіреді. Әлгі кемтар қолымен шалма арқанның үш жағын тақымға басып ұстағанда асауды тырп еткізбейді. Сүлейменді титімдейінен атқа үйір ете міне сол Өмірәлі. Аяғын апыл-тапыл басқан құйттай кезден ақ ерінің алдына мінгізіп алып жүруші еді. Сүлеймен бұған қуанып мәз болатын. Ұзақ күн тастамай алып жүрсе де қыңқ деп жыламайтын. Жүре бара Сүлейменнің аңдып бағатында үйлеріне келетін атты кісілер болды. Қолын созып, мінгіз деп тұрса тұра кеп жүгіреді. Мінгізбесе өкіріп бақырып жер тепкілеп жылайды. Талай рет Сүлеймен үйге келген қонақтың атының астына кіріп кетіп, жазында бола жаздады. Бір рет ат түйіп жіберіп өлім аузынан қалды. Бірақ соның бірде-бірі оның жүрегін шайлықтырмады. 4-5 жасқа келгенде Сүлеймен атқа өзі мінуге жарады. Үзеңгіге аяғы жетпейді. Тамға немесе есік алдында бөренеге қарағайға жақындатып барып мінеді. 8-9 жасқа келгенде ерден ұстап тырмысып мініп алатын болды. Сүлеймен сол кезде ерсі жайдақ атқа мінудің де амалын оп-оңай тапты. Аттың басын төмен тартып ұстайды да, мойнына артулы тұрған тізгінді қос қабаттап, үзеңгі етіп аяғына салады. Содан соң жалдан ұстап секіріп, әуелі аттың мойнына мініп алады. Одан кейін жылжып арқасына мінеді. Мінезі беймәлім үркек атпен тура шабамын деп неше рет ол аттан да жығылды. Сүлейменнің атқұмарлығына бұл да бөгет бола алмады. Сүлеймен соңғы жылдары өзі ат ерттеп мінуге жарағалы бері жазғы демалыс уақытын ылғи да жайлауда Өмірәлі ағасымен бірге өткізеді. Өмірәлі оған мынау деген мақтаулы құнан дөнендердің біреуін еттеп беріп қояды. Оған мініп Сүлеймен жылқы бағысады. Анда-мында барып кел деп жұмсасақ, құстай ұшып жөнеледі. Осы биыл жазда да Сүлеймен жайлау қызығын, ат қызығын барынша көріп қайтты. Ешкім міндеттеп жүктемесе де айға жуық жылқышылармен бірге жылқы бақты. Бірнеше асаудың құлағында ойнап жуасытты. Сүлеймен жуасмайтын мал бар дегенге өз басы бірнешеден сене қоймайды. Екіншіден, мынадай әдемі сурет атты тек асаулығына бола соғымға союға еш қимайды. Жаны ашиды. Бурылды ол жуасытып көрмекке белін бекем байлады. Нар тәуекел, жығылсам жер көтерер. Сүлеймен бурыл аттың мінезін кәнігі жылқышылардай-ақ әбден барлап тексерді. Өн бойынан ұстамаған, сипамаған жер қалдырмады. Соның бәріне де бурыл ат селт деместен көнді. Тек мойнын бұра қарап, сен өзің кімсің, не істегелі жүрсің дегенде секемдене иіскегені. Бір-екі рет арқа тұсын дір-дір еткізгені болмаса басқадай оғаш мінез көрсетпеді. Бурыл ат ерттеуге де көнді. Енді тек міну ғана қалды. Қалай мінбек? Сүлеймен бурыл атты ауланың сыртына көшеге жетелеп шықты. Жетелегенге де көнді. Тек үзеңгілердің шайқалақтап дүбірге соғылуынан ғана сескеніп, құлағын жымыра түсіп қояды. Сүлеймен осы арада тұрып мінбекші болды. Біреу-міреуді көмекке шақырайын деп еді, ешкімнің қарасы көрінбеді. Тәуекел, бурыл аттың мойнынан сипаған болып тұрып, Сүлеймен оның үстіне қарғып мінудің амалын ойластырды. Тізгінді ықшамдап, жалмен қосып мықтап ұстады. Үзеңгіні дайындады. Дәл осы кезде бурыл ат әлденеден сезіктенгендей тым-тырыс бола қалды. Бұны Сүлеймен де байқады. Бірақ дегенінен қайту Сүлейменнің салты емес. Көз ілеспейтін жылдамдықпен ол бурыл аттың үстіне топ етіп бір-ақ қонды. Болар іс болды. Бурыл ат қосаяқтай шапшыды да бұл қай басынғаның дегендей шыңғырып кісінеп жіберді. Шапшығанда бір сәтке тіп-тік боп қаз деп тұрып қалған еді. Сүлеймен жалдан қатып ұстап жабысты да қалды. Екінші рет шапшыды.
Одан соң бір шапшып, бір тулап, нағыз шайтан мінезін енді көрсете бастады. Сүлеймен сонда да құламады. Бурыл ат енді тіке шапшығанды қойды. Мойнын тұқырынып, басын омырауына тығып алып мөңкуге салды. Мөңкуінің өзі өзгеше керемет. Әлгінде алдыңғы екі аяғын аспандата сермеп көтерсе, енді артқы екі аяғын дәл солай аспандатады. Сүлеймен қанша мықты болғанмен бір-екі рет аттың мойнынан сыпырылып түсіп қала жаздады. Дегенмен бернімен шыдап бақты. Жалдан шеңгелдей ұстаған қос қолы қарысып, қатқанда қалған еді. Тулап, мөңкіп үстіндегі пәледен құтыла алмаған бурыл ат және бір шыңғырды да алып жөнелді. Су ағып жатқан шұңғыл арықтан тағыдай орғып өтіп, тіке төмен заставаға қарай тартты. Сүлейменнің іші қып ете қалды. Жіберіп алған бір ағаттығы ойына келді. Бұл осы барғаннан барады да өзінің жемжеп үйренген ат қорасына қояды да кетеді. Қап, әлгінде заставаға барып, ішкі сыртқы қақпаларын бәрін жауып қойыңдар деп ескертіп айтпағанын қарашы. Кең көшенің бойымен бурыл ат сатырлатып ұрып келеді. Үстінде ермен-мер боп жабысып алған Сүлеймен. Ол бір-екі рет тізгінді шірене езулей тартып, ат басын иен дала жаққа бұруға әрекеттеніп бақты. Бірақ онысынан түк шықпайтыны аян еді. Екі қапталдағы үйлер, теректер, есіктердің алдында тұрып, таңырқаса қарасқан қатын-қалаш. Балалар зып-зып етіп сырғып өтіп қалып барады. Олармен бірдеңе деп тілдесуге, назар тігіп қарауға дәл қазір Сүлейменде мұрша жоқ. Заставаға төтесінен өтетін көлденең көшеге жеткенде бурыл ат қабырғалай бұрылып әлгімен тартты. Сол кезде дәл алдынан өзі жүретін бір комбайн бетпе-бет қарсы келіп қалар ма? Болды, бітті. Қирадым деген ойлар Сүлейменнің басында жарқ-жұрқ етті. Ешқандай әрекет жасап үлгермеді. Бурыл ат пысқырып шалтара секірді. Жолдың оң жақ шеті ор еді. Ордың шеті қорық дуал. Соның бәрін қабаттап бір-ақ секіріп, Әкімқожа ұстаның картоп бақшасына топ ете түсті. Бұның бәрі бас-аяғы бірнеше секундтың аралығында болған оқиға. Сүлейменнің жаны тырнағының ұшына зымырап келген. Бурылдың комбайнмен қалай соғыспай аман қалғанына оның таңы бар. Қабырғаға ұрған балшықтай бір шетуден басқа мүмкіндік жоқ секілдеді. Сүлейменді де, долы бурылды да Құдай бір ажалдан сақтады. Ара кідік сырайып сары қалпақты күнбағыс өскен картоп егісін сатырлата жапырып, бурыл алып қашып келеді. Ештеңені тыңдамайтын да жасқанатындай емес. Беті сол застава жақ. Арындаған күйі қорықтан және секіріп өтіп, арғы беті ашыққа шықты. Танауы пыс-пыс етеді. Заставаның қақпасын бетке алып, құтырынып, құйғытып келе жатыр. Заставаның үстіндегі биік мұнараның басында мойнына дүрі басып алған қарауыл солдат осы жаққа қарап тұр. Ол бурыл аттың әлгіден бергі қылығын түгел көріп, ақыры неме тынар екен деп елегізе күтуде. Бірақ бурыл атты ол таныған да, мына ат сол болар деп ойлаған да жоқ. Колхозда не көп, асау көп, асауды үйретуші көп, солардың бірі болар деп қызықтап қарап тұрған. Енді әбден жақын келіп қалғанда бірақ таныды. Бағана осы арадан кәрім жетелеп кеткен бурыл ат, өздерін қан қақсатып біткен асау бурыл. Үстіндегі адам кім екенін солдат тани алмады. Тек балаң жігіт екенін топшылады. Солдаттар жуасыта алмаған долыны жуасытпақ болған жүрек жұтқан бұл қайжан. Бурылдың тап осы қазір жем-жеп үйренген қораға қойып кеткелі келе жатқан қарауыл солдат та бірден білді. Заставаның сырт қақпасы да, ауланың ішіндегі ат қораның есігі де бұл кезде ашық тұрған. Ат үстіндегі адамның маңдайшаға соғылып, жазым болуы мүмкін екенін ойлап, ол төмендегі біреулерге қарбаласа дауыстап жатыр. Жабыңдар қақпаны, жабыңдар. Бол тез, бурыл ат біреуді алып қашып келе жатыр. Жердегілер оның сөзін ұға қоймай, немене, кімді? деп тұрғанда бурыл ат қақпаға келіп те қалды. Сүлеймен бейхам емес болатын. Қақпа ашық па жабық па деген ой оның басына бурыл деп ала қашқанда-ақ келген. Үңірейіп ашық тұрған қақпаны көрген кезде ол бір шешімге келіп те үлгерді. Екі аяғын үзеңгіден шығарып алды да аттың оң жақ қапталына қарай қолымен ерге тірене кеп секірді. Қақпаға 20 қадам шамасы жетпей, лақтырылған бөріктей боп жердегі шаң топыраққа бұрқ етіп домаланып түсті. Абырой болғандай мертіккеннен аман тәрізді. Қаншалық тез домалап түссе, соншалық орнынан тез ұшып түрегелді. Артында не болғалы жатыр дейтін бурыл емес, тасырлатқан бойда застава қақпасына кіріп кеткенде еді. Сүлейменді қоршалап алған солдаттар істі мән-жайын біліскеннен кейін кеу-кеулеп кетті. Бала, өлгің келген екен. Бұл ат үйретуге көнбейді. Ана Никифоровты көрдің бе? Ол да үйретем деп қолын сындырды.
бекер жазым боласын. Қолың емес, басыңнан айырыласың. Мұны түлен түртіп ажал айдаған ғой. Бұл бурылмен ойнауға болмайды. Бұның емі басын кесіп, былқытып асуда табаққа салып, ет жегіш қазақтардың алдына қою. Сүлеймен бұл айтылған сөздердің біреуін де құлағына ілмеді. Аттан жығылып өлген қазақтың моласын көрсем бұйырмасын. Сіздер тек қана мен оның үстіне қарғып мінгенше басын ұстап, көзін басып тұрыңыздар. Сонан соң не көрсем де обалым өзіме. Сүлейменнің қайсарлығы әрі ұнады, әрі таң қалдырды. Оның тыңдамасына көздері анық жеткеннен кейін ақыры, ерік өзінде, біз мінгізіп жіберейік. Бірақ дегенмен байқа, сақ бол, деді олар. Қалш-қалш етіп еліріп алған бурылды қорадан сыртқа жетелеп шықты. Заставаның аржақ бержақ есіктері түгел жабылып бекітілді. Екі солдат аттың екі жағынан шығып, солықтан қос қолдап, мықтап ұстап, денелерімен бурылдың басын орталарына қысып, арт жақта не болып жатқан ол көрмейтіндей етіп, көзін қалқалап тұрды. Сүлеймен тізгінді ақшам етіп ұстады да аттың үстіне қарғып мінді. Тізгінді ұстап тұрған екі солдат жалт беруге үлгергенше бурыл ат шыңғырып аспандай секіргенде екеуі екі жаққа ұшып түсті. Шіркін, жан деген тәтті ғой. Екі солдат жығылып жатып жанталасып домалай қашып барады. Әлгі тулаған ба? Әлгі мүңкіген бе? Нағыз әлеуметті бурыл енді салды. Аспандай шапшыған кезде арқырап кіснеп жіберді. Не бір түрлі жаңаша соны туластарға салады. Мөңкіп келеді де алдыңғы екі аяғын көсіле созып, басын тұқырып қалт тұра қалады. Сүлеймен бірнеше рет ерден лықсып ұшып түсе жаздады. Асаудың үстіндегі Сүлеймен түгіл көлденен қарап тұрған солдаттар үрейленумен болды. Бурыл ат таптап, жаншып қағып кетпесін деп, олар дүркірей қашып барып дуалдың үстіне шығып алды. Тулап үстіндегі жабысқақ тажалдан құтыла алмаған көк толы бурыл бір кезде атырылып және алып жөнелді. Қақпаға кеп берік тұрған қақпаны омыраулата бір соқты. Одан жалт бұрылып заставаны айнала шауып жөнелді. Ар жақта қақпа бар екен біледі. Ол да жабық. Оны соққан жоқ. Дәл алдына кеп тапырақтап, не істерін білмей бөгеліп қалды. Содан соң жалт бұрылып және мөңке бастап еді. Ай бәлем, заң өтті сенің деген оймен Сүлеймен осы кезде сауырға қамшымен көміп жіберді. Өзі боп бурыл аттың тәніне қамшы тигені осы еді. Алты өрме қамшы тәнін емес жанын тілгендей болды. Бурылдың ашынуы шегіне жетті. Және бір аспандай секіріп шыңғыра кісінеп алды да төмен иен далаға қарай алып жөнелді. Сүлейменнің тілегені осы еді. Не істесе де жазықта, далада істеуіне ол разы. Тулай ма, алып қаша ма өзі білсін. Әйтпесе асау атана ма? Асауды асаудай адам үйретеді. Жылқыны да жылқыдай адам бағады. Қағидаға бергісіз бұл сөздер Сүлейменнің өмірәлі ағасынікі. Даланың боз көдесі, қурай, ши, арық тоғандары ат бауырынан зымырап еніп жатыр. Бастағы ой сезімнің алмасуы да тап сол тәріздес. Сүлеймен қамшыны сауырлата тағы да көмді. Бауырлата және де тартып жіберді. Бәтшағар, міне саған. Сен аянбасаң, мен де аянбадым. Алдыңғы жақ көлбеген жаңа айдау сияп еді. Топырақтың әлі дымы да кеппей, барқыттай қап-қара болып жатыр. Сүлеймен бурылды еркіне қоя берді. Қане, мықты болсаң, айдаумен шауып көрші. Толданып алған бурыл тайынбады. Айдауды кешіп жөнелді. Топыраққа толарсақтан батып кетеді. Бұл күйімен қаншаға барсын. Лездегі желігі басылып, әлсіреп қалды. Үсті басты қан сорпа. Төгілген маржан тәрізденіп, мойын төп, құлақ төптен тердеген мөлт-мөлт сұрғалайды. Долының саудасы біте бастаған Сүлеймен анық байқады. Есін жинап, бел алып, кеудесін жазыңқырап отырды. Өзінің де алқынып телеп кеткенін жаңа сезінді. Қамшыны және де басты. Енді бірақ бурыл атта селт етуге шама қалмаған секілді. Тікірейген қамыс құлақтарынан жан кетіп, мойны сөлбірейіп, ие түсіп, қойшының қойға мініп қажытқан мәстек аты тәрізденіп, мырт-мырт желіп кетіп бара жатты. Кәрім қырман басында болатын. Түскі үзіліс уақыты. Әйел еркегі аралас 30 шақты адамға халықаралық хал жайынан лекция оқып отыр. Ал жер деген ел міне, мынау, деп ол картадан шоқшасымен көрсетіп өтті. Франция мен екі аралығында жер орта теңізі жатыр. Негізгі халқы арабтар. Мына біреу кім өзі?
тал түсте жол таппағандай айдау кешіп келе жатқан. Кәрім нұсқаған жаққа колхозшылар жапырыла мойын созып қарасты. Айдаудың қара топырағына атын омылата бастырып келе жатқан салт аттыға ел назары бірден ауды. Әркім таңырқап, өзінің дені сау адам ба? Жолмен неге жүрмейді? Аты болдырған біреу ғой десті. Салт атты айдаудан шығып, тақыр желмен атын жеделдете бастырып, тура осылай қарай келеді. Жақындап қалды. Кәрім енді таныды. «Ой, Сүлеймен ғой», деді таңырқаған дауыспен. Оның астындағы бурыл ат екенін көргенде Кәрімнің көзі атыздай болып кетті. Мұны мініп алған бе? Деді. Сүлеймен қырманның шетіне келіп тоқтады. Астындағы бурыл сүме-сүме, бүйірі солқ-солқ етіп діңкелеп әзер тұр. Әңгімесін жайына қалдырды да Кәрім оған қарсы жүріп жақындап келді. «Өй, сен мұны қалай міндің?» Сүлеймен ірі тістерін ақсита күлімсіреді. «Кәдімгідей міндім. Бұны жуасымайды дегендер қайсы?» «Мінекей, жуасыды. Тулаған жоқ па?» «Аздап тулады». «Аз туласа, мұншама қиналар ма еді?» Сүлеймен мен бурыл аттың оңайлықпен тіл табыспағанын Кәрімнің іші сезді. Інісінің ат құмарлық мінезі өзіне жақсы мәлім. Бағана бурылды алғаш көргенде-ақ сұқтана көз алмай қарауы тегін емес еді. Бурылдың аяқ астынан мініске көніп, ат болып шыға келуі Кәрімді де қуандырды. Інесіне ол кешірім жасап, көңілін аулай сөйледі. «Жарайды, мінуге көнсе онда соймаспыз. Мініп, көлік етерміз. Өзін бүгін таң асырып, байлап тастау керек». Бұл сөзді естіп Сүлейменнің төбесі көкке жеткендей болды. Сүлеймен таң бозара түрегеп қорадағы бурыл атқа келді. Енді оны отқа қойса да болатын еді. Бурылдың кейпі сергек, мойнын бұра қарап, сәл ғана оқыранғандай болды. Іші кәдімгідей тартылып жіңішкеріп қалған. Тұла бойы терден сатпақ-сатпақ, кешегі тартқан азабының куәсі. Бірақ сонда да басынан ештеме кешпегендей сылаң ұрады. Көзінде жылт-жылт еткен ұшқын бар. Кеше қалжыраған кезде шүберектей салбырап ие кеткен құлақтар қазір енді қаламның ұшындай шаншылады. Бурыл кереметтей тың еді. Сүлеймен бурылға тағы да бет алдынан жайлап емірене қол созып барды. Тұмсығын, маңдайын, одан соң мойнын, арқа тұстарын сипап жүнінің бытысып терге қатып қалған жерлерін қасымалдай үгіп бір сыпыра тұрды. «Сен енді долылықты қой, жөнге кел. Мен саған жамандық ойлап жүргем жоқ, жақсылық ойлап жүрмін. Бүйтіп долдана берсең, қыста қар бір жауғаннан кейін басыңды әумин деп кеседі де алады. Содан соң бітті шаруаң. Қазанда бүлкілдеп қайнағанды ғана білетін боласың. Ал үйтпей жөнге келіп мініске үйренсең, онда сені ешкім де соймайды. Ұқтың ба?» Бурыл ұқтым дегендей басын шұлғып қойды. Сүлеймен жүгенді сыпырып алып ноқтасымен ғана қалдырды. Содан соң алдына уыздай жас, жаңа орылған жоңышқа әкеп салды. Тәулік бойы нәр сызбай аштан қатқан бурыл бас салып, көмейлеп асап жей бастар деп ойлаған еді. Бірақ олай болмады. Бурыл ат жоңышқанда әуелі тәкаппарлана иіс келеді. Содан соң бір талдап, екі талдап, ара-арасынан таңдап алып қана жей бастады. «Тәкаппарсың-ау, бурыл ат», деп қойды Сүлеймен. Кәрімнің қазіргідей қызу науқан кезінде оқта-текте болмаса үйге қонбайтын әдеті. Жұмыс басында түнейді. Бүгінде Кәрім үйде жоқты. Сүлеймен анасы Ұлтуар екеуі ғана. Ұлтуар кеше Сүлейменнің бурылмен қалай арпалысқан өз көзімен көрмесе де, көрген елден естіп, аза бойы қаза болып шошқан. Шай үстінде ол баласына соны сөз етіп отыр. «Осы сен бе? Сен көріп тұр. Ажалың асаудан болады бір күні». Шешесін Сүлеймен жеңеше деп атайды. «Жеңеше, сіз қызық адамсыз. Мініліп жүрген аттардың барлығын жұрт асаудан үйретпегенде осы күйде жұп-жуас боп туа қалды дейсіз бе? Асаудың да асауы бар. Бүкіл застап болып үйрете алмаған немені өсіп жүріп бір күні мойның үзіліп өлгенде бір-ақ тынасың». Кеше солдаттарға айтқан сөзін Сүлеймен шешесіне де айтты. Аттан жығылып өлген қазақтың моласын көрсем бұйырмасын. Ат баптаудың жайын Сүлеймен бір кісідей біледі. Шайдан соң ол бурылды өзенге жетелеп барып суғарды.
қайта жетелеп әкеп тағы да отқа қойды. Енді міне қорадан аулаға алып шығып, үстін ат тарақпен әбден мұнтаза етіп тазалап, ерттеп жатыр. Тағы да бір тықырдың тақалғанын сезіп, бурыл ат іш жиып сақтана бастаған тәрізді. Тартпа тартқан кезде құлағын жымқыра түсіп, бір рет тістеп те алмақ болды. Сүлеймен өте бір сақтықпен тез қимылдап, так деп зекіп тастады. Бұл екі арада тартпа лып етіліп, тартылып та қалды. Сүлеймен бурылды бері көшеге жетелеп шықты. Олай-бұлай жүргізіп, сыр түйіп бақты. Мінбек болды. Тағы да алып қашса, заставаға алып барады. Кеше мерт бола жаздаған ойына келді. Құдай оңдағанда жайдақ атқа мініп, сөмпиіп Есенғали келе жатыр екен. Ол Сүлеймен екеуі де бір класста оқиды. Сүлеймен шақырайын деп еді, Есенғали осылай қарай өзі бұрылды. Ұзын аяқтарымен мәстек аттың бауырынан орай тебініп келіп тоқтады. Әлгі заставадан сатып алған асауларың мынау ма? Кеше бұл сені өлтіріп кетер азапты ғой. Рас па? Оны кім айтады? Осы әлгінде біреулер дүкеннің алдында сөз қылып тұрған естім. Жай сөз ғой. Сүлеймен Есенғалиға қолқа сала бастады. Есенғали, мен қазір міндім болды. Мынау алып қашып заставаға апарады. Сен барып кезекші солдатқа ескертші, қақпаларын бекітіп жауып қойсын. Бұзау іздеп бара жатыр едім, деп Есенғали мінгір етті де әзер көнді. Сүлеймен бұрылған мінбек болып алдарқатып тұр. Үзеңгіні ұстап, сілкіңкіреп, ердің үстіне салмақ түсетіндей етіп басып қояды. Кешегі қилы-қилы мөңкістер, қилы-қилы туластар Сүлейменнің есінде. Сүлейменнің жүрегінде шайлығу да, үрей де жоқ емес. Бірақ шешінген судан тайынбайды дегендей тәуекелге бірі мінген соң ақырына дейін шыдау керек. Бурыл үнсіз, тыныш тұр. Құлағын сәл жымыра жаздап қояды. Тағы да бір тықырдың тағалғанын сезініп, пәле күтіп, ішіне пәле жинап тұрғандай. Денесінің әр түгі жыбыр-жыбыр оянып, іштегі дүлей жыны қозуға дайын екені ап-айқын аңғарылғандай. Мейлі, Сүлеймен өз дегенінен қайтпайды. Әне, ол бурылға қарғып мінді. Бурыл мөңкіп тулай бастады. Кеше жарты күн бойына көк есектей көнбістеніп мінілгені ойыннан мүлдем шығып кеткен. Жүген құрық тимеген шу асауындай, тағының тағысындай шыңғырып аспанға атылады. Бірақ бүгін Сүлеймен құлар емес. Бурыл ат туласының жаңа әдісіне көшті. Жалғыз аяғымен жер тіреніп, диірменнің тасындай шыр айналды. Асаудың талайын мініп жүріп, Сүлеймен мұндай ғаламатты көрмеген еді. Бурыл айнала жөнелгенде ол құларман болып жалға жабысып әрең қалды. Басы айналып, көздері қарауытып кетті. Жер дүние төңкеріліп, аспан ауытқып құлап бара жатқандай. Осы шыр көбелек айналу тағы да 4-5 секундқа созылғанда, Сүлейменнің жалп етіп құлап түсуі даусыз еді. Олай боларын Бурыл ойламаса керек. Тағы бір кісінеп, көкке шапшып, заставаға қарай алды да жөнелді. Құйындатқанын құйындатып, ол әуелі заставаның алдыңғы қақпасына келді. Жабық тұрғанын көріп жалт берді. Артқы қора жаққа келді. Мұндағы қақпа сырғауылдан іселген аласалау болатын. Дуалдың деңгейінен келеді. Мына ғаламатқа қараңыз. Бурыл ат жабық тұрған қақпадан тайынбады. Арындап келген қалпымен секірді. Сүлейменнің жүрегі солқ етіп табанына түсіп кеткендей болды. Жаны тырнағының ұшына барды. Бұл оның үш ұйықтаса түсіне кірмеген күтпеген жағдай. Сүлеймен есін жиғанша Бурыл ат ауланың ішіне келіп дік ете қалды. Қанша долы болғанмен Бурыл ат бірте-бірте бастығып адам еркіне көнейін деді. Көнбесіне Сүлеймен қояр емес. Тулай бастаса дырау қамшымен мойынға аямай көміп алады. Ала кеп қашса сауырлап және ұрады. Сөйтіп туласаң тулай түс, шапшаң шаба түс деп егескендей болады. Сүлеймен айдауға әдейі әкеп салды. Атызы сүзе жұлқып ала жөнелді. Сүлеймен шалқалап барып өзін-өзі әрең ұстап қалды. Сөйткенше болмай Бурыл жаңа бір өнер шығарды. Арындап шауып келе жатты да төрт тағандап кілт тоқтап тұра қалды. Сүлеймен бұны тіпті де күтпеген еді. Әскери жылмақай ердің басынан ұшты да кетті. Топыраққа барып топ ете қалған бірақ байқап үлгерді. Сүлеймен ол айдауды шекесімен сүзе құлап жерде жатыр. Басын тез көтеріп артына қарады. Өзімен өз қалған Бурылда қашайын деген тіпті де ниет байқалмайды. Ештеңе сезіп білмегендей басын шұлғып қойып әлгі орнынан тапжылмай жай барақат тұр. Сүлеймен тұрып келіп аттың тізгінінен ұстады. 2 күн бойына арпалысқанда Бурылдан мықтап бір жеңілгені, мықтап алданғаны осы еді.
Ой пәлекет бурыл, сенен тағы қандай өнер шығар екен деп қайта оны мадақтап, мойнын алақанымен қағып қойды. Бурылдың жығып тастап, қашпай тұрып алғаны Сүлейменге керемет бір адалдықтай көрінді. Ертесінде бурыл жаңағы қауіпті әдісін және қайталады. Шауып келе жатып басын тұқыртып кілт тоқтай қалғанда Сүлеймен ердің басынан және ұшып түсті. Бұл жолы оның құлаған жері көшенің қақ ортасы тақыр еді. Оңбады. Bir жақ бетін, шекесін жер айғыздап қанатып кетті. Бурыл тағы да қашпай қасында тұр. Қалай жараланғанынан аманбысың дегенде Сүлейменнің шаң-шаң киімін оқыранып иіскеп қояды. Құлап жатқан Сүлейменге елден бұрын тізалаңдап шешесі ұлтуар жетті. Сенің ажалың аттан болады деп айтпап па едім? Әне қараш не болдың? Мойның үзіліп өле жаздадың ғой. Бұл жауызға енді мінбе де жолама. Басын кесілгелдің басын кесіп қана тастайтын бір адамның табылмауын. Бір сыпыра жұрт әлгі араға жиналып қалған еді. Олар да Сүлейменді жазғырып ұрыса бастады. Сау басыңа сақина тілеп, бұл не азап? Солдаттарға ырық бермеген жауыз саған ырық беретін бе? Әне қарашы, өзге асаулар болса үстіндегі адамнан құтылған соң безіп жөнелер еді. Ал мынау кеп, ер болсан тағымын деп әдейі егесіп шақырып тұр. Бұл адамнан бетер зымиян сұмпайы мал. Жұрт сөзі Сүлейменнің бір құлағынан кірсе, екінші құлағынан шығып жатты. Бурылға ол қайтадан қарғып мініп, тебініп шаба жөнелді. Пәленің аяқ тастасы жұрт көзін арбап алғандай әдемі еді. Қыс өтіп, көктем өтіп, жаз келді. Шалкөде жайлауындағы малшылар таңертең көздерін ұйқыдан тырнап ашқан бетте әуелі аспанға қарасты. Ауа райының қалай болатынын барлап, көкпеңбек ашық аспанды көргенде масайрап қуанысып жатты. Бүгін малшылар үшін ерекше күн. Жылда осы мезгілде бір рет дүрілдеп өтетін дәстүрлі тойлары болмақ. Той десе қу бас домалайды. Жан-жақтан атты, машиналы ағыл-тегіл келіп жатқан халықта қисап жоқ. Ұзын саны 20-дан астам киіз үй және сол шамалар шатырлар тігілген. Әнші күйші, қызыл отау, көшпелі магазин, сауда-саттық дүкендері, милиция, қарына қызыл байлаған жасақшылар бәрі осында. Той болған соң ойын-күлкі тамашасымен қабат шатақ төбелесі де болып қалуы ықтимал. Әуелі жиылыс ашылып желпіністі сөздер сөйлейді. Тізбектеліп аталып табыстар айтылды. Кемшіліктер және көрсетілді. Озат малшыларға сыйлықтар берілді. Озалмағандары іштер күйіп қарап тұрды. Малшылар тойының әртүрлі тамашасының бірі емес бірегейі бәйге. Бүгінде бәйге болады. Колхоздар, совхоздар жүйріктерін жаратып алып келген. Олардың ішінде бұрыннан атағы шығып жүрген әйгілі мәліматтар да бар. Бірінші рет қосылып отырған қауым үшін беймәлім соны жүйріктер де бар. Соның бірі Абай колхозынан Сүлеймен мініп келген бурыл ат. Кәдімгі долы бурыл. Жоқ, дәл қазір оны долы деу шындыққа жанаспайды. Қиянат болады. Бурыл ат бұл кезде мініліп жүрген жылқы тұқымдарының ішінде жуастың жуасы да, ақылдының ақылдысы. Бірдеңеден үркіп селт еткенді білмейді. Иесі үстінен түсіп тізгінді қайтарып қойса, әлгі арада тұрады да қояды, ешқайда кетпейді. Ал егер иесі ер тоқымын сыпырып алып сауырға бір салып, жылқыға бар деп қоя берсе, бурыл ат құйрығын тігіп алады да шапқаннан шауып отырып жылқыға келеді. Ал енді басқа жерден үйге бар деп қоя берсе, онда ешқайда бұрылмастан тура үйге келеді. Жол жөнекей ешкімге ұстатпайды да, бөтен адамды шеніне жуытпайды. Қораның аузындағы қашаны тұмсығымен сырғытып, адам құсап өзі ашып кіреді. Соңынан тағы басқа мал кірмек болса, тістеп, теуіп жолатпайды. Жүрісі қандай шіркіннің. Аяңы тымақты алшы кигізгендей, кісіні бол-бол қағып жүргізгендей деп Абай айтқанның нақ өзі. Бурылдың аяңына басқа аттар желіп отырады. Және аяңдаған кезде біресе оңға, біресе солға жалт-жалт беріп, ойнап билеп аяғын сілке тастап көлденеңдеп басқанда, үстіндегі адамды шайқамайды да. Лекітіп, тербеп тек шалқытып отырады. Әсіресе 2-3 салт атты немесе одан да көп адам топтасып жүрген кезде бурыл міне, жүрістің көкесін сонда көрсетеді. Қатарлас өзге аттардан мойнын озық ұстап көсемдене жүру оның мызғымас әдеті. Кекіл жалы, жел-жел желкілдеп, оқтын-оқтын ауыздықты шолқи тартып, есіп жөнеп бергенде, о шіркін,
Қойын қонышында желдей кеулеп шабыс сезімі кіргендей болады. Бұл күнде Абай колхозында Бурылға бір мінуді арман етпейтін пенде кем-де-кем. Қыс бойы Бурылды кәрі мініп шықты. Егер Сүлеймен болмағанда ол оны баяғыда пышаққа шалатын еді де, ендігі Бурылдың сүйектері үйдің артындағы шұқырда қорап жататын еді ғой. Кәрім осы кезде соны ойын алғанда таңдайын қағып, осындай атты соғымға соймақ болдым-ау деп басын шайқайды. Бурылдың мініске көніп, колхоздағы ең бірінші ат болған көрген застава бастығы капитан Халваши, бұны енді біздің өзімізге қайта сат деп Кәрімге жата жабысты. Жоқ, сатпаймын да сата алмаймын. Осыншама азаппен үйретіп, жо-жо, атама капитан жолдас, деді Кәрім. Үйреткен ақыларың үшін тағы сол өз бағасындай ақша қосып берейік. Жоқ, сіз болынсы жерге пышақ салмаңыз. Бурыл ат қазір менің билігімде емес, колхоз билігінде. Мен бір өзім оның тағдырын шеше алмаймын. Ал енді колхоз жылқысын жақсарту, асылдандыру керек деп өзіңіз үгіт соғасыз. Сөйтесіз де маңдайымызға біткен тәуір атымызға қолға саласыз. Ол болмайды, капитан жолдас. Бұл атты жарамсыз ғып шығарып акты жазған өзіңізсіз. Сойып же деп сатқан өзіңізсіз. Біз сізді алдап алған жоқпыз. Жо-жо, сіз бізге өкпелемеңіз. Жақсы ат сіздерге қажет болса, бізге де қажет. Кәрім илікпеді. Осы биыл қыста Кәрім Бурылмен 3 қасқыр, 5 түлкі соғып алды. Сүлеймен 2 рет демалыс күндер мініп шығып 2 түлкі соғып әкелді. Бурылдың жүйріктік даңқы ауылға осылай мәлім болды. Бурылмен аң қуғанда қолға сойыл шоқпар ұстаудың қажет жоқ. Аңды ол қуып жеткен бетте алдыңғы аяғымен тарпып мертіктіреді. Оған болмаса кәдімгі итше тістеп лақтырады. Сөйтіп ол аңды тек қуып жетіп қана қоймайды, иесіне соғып та береді. Мінекей бір кездегі долы Бурыл осындай өнерлі де ақылды мал болып шыққан еді. Ол жөнінде көбірек сөз етуге тап қазір біріншіден уақыт тығыз. Әне, бәйге басталғалы жатыр. Екіншіден Бурылдың бойындағы өнер қасиет осы бәйгеде бәрінен де айқын болуға тиіс. Оқушы соны өз көзімен көрсін де өз санасымен бағаласын. Бурылға мініп шабатын бала Сүлейменнің немере ағасы жылқышы Өмірәлінің Асқары. Асқар биыл 4-ші бітірген. Жасы 12-де. Әкесіне тартқан қағылез, ақсұр бала. Сүлеймен құсатып Өмірәлі оны да кішкентайынан аттың үстінде алдына алып жүріп баулыған. Одан соң 6-7 жасқа келгенде тайға мінгізіп үйреткен. Солай тәрбиеленіп өскен Асқар бұл күнде қандай аттың болса да құлағында ойнайды. Әне оны ерде отырсын қарашы, қазитып қағып қойған мық шеге тәрізді. Асқардың қасында басқа бір атқа мінген Сүлеймен жанамалап ақыл сөйлеп жүр. Бурылдың мінез сырын ол Асқардың құлағына сіңіріп айту үстінде. Қамшы салудың керегі жоқ. Тізгінді бос жіберіп қойма. Шамамен тартып, тежеп отырсаң ат жақсысы шабады. Ал қамшы басу керек болғанда мен өзім айқайлап айтам. Асқар үндемейді. Сүлейменнің айтқанын бүкіл бейіл, зейінімен назар қоятында бір шаршы орамал тартып алған басын болмашы ғана есеп қояды. Әне, даяшы бәйгеге шабатындарды көмбеге шақыра бастады. Аттарының құйрықтарын шарт түйіп бастарына орамал тартып алған балалар әлгінің соңынан жапырыла ілесті. Өзге жұртты көмекші даяшылар серпіп кейін қарай тықсырды. Бәйге аттары 3 шақырымдық шеңбердің бойымен шабады. Соны 5 рет айналулары керек. 20 шамалы ат көмбеге қаз-қатар тізіле бастады. Жұрттың көзі де көңілі де міне соларда. Мал танығыш сынаппас қариялар ентелеп мойындарын соза қарасып әртүрлі болжам айтысады. Осы бір Бурыл ат қайдан келді? Өзінің түр тұлғасы бөлектеу екен. Абайда мұндай ат бар ма еді? Дескен әңгіме құлаққа шалынып жатты. Даяшы жалауын құлдыйлата сермеп қалды. Барыңдар, жолдарың болсын, деді. Ауыздықпен алысқан 20 ат жерді дүрсілдіріп шаба жөнелісті. Сүлейменнің 2 көзі Бурылда. Аттар жарты айналмаға дейін түйдектеліп бара жатты. Содан кейін біртін-біртін қара үзіп шыға бастады. Бір қарагер ат жалғыз дара осындап ала түсті. Онан соң бір сары ат суарылды. 3-ші Бурыл. Қанжардай болып қатып қалған Бурыл ана екеуіне қарағанда сирақты екен. Ең алдағы қаракердің тұрқы ұзын. Бойын одан бетер ұзарта созып, аяғын пәрменімен көсіле тастағанда, бауырымен жер сызып бара жатқандай болады. Сүлеймен Бурыл аттан мықты үміткер.
Бәйгеге қалай да ілігетініне сенімі мол. Бірақ көңіл шіркін одан да гөрі молырағын қалайды. Бірінші боп келсе деп арман етеді. Кім білсін, ол да мүмкін. Бурыл ат осы кезде нағыз жүгіретін бабында. Қаракер сол ұзағынан жалғыз дара ұзап шыға берді. Оның артындағы сарының да аяқ тастасы осал емес. Бұл екеуі де осы аудандағы бұрыннан аты шығып озып жүрген жылқылар. Қаракер енді кетті. Болды, жеткізбейді. Бәйгесін бере берсе де болады, деген астам дауыстар жамырай бастады. Бір айналым, екі айналым, үш айналым. Аттардың ендігі қара көрінісі дастархандағы шұбалтып шашып тастаған бауырсақ тәріздес. Әлгіндегі түйдек топ жіпке тізген моншақтай дараланып барады. Бортаңдап ең артта қалған атты алдыңғы ат қуып жетуге айналды. Қаракерден оқ бой кейінде сарат келе жатыр. Оның соңында шалма тастам жерде Бурыл ат. Бұларға таяу ат жоқ. Асқардың атқа шабысынан Сүлеймен риза болып тұр. Тізгінді тежеп, қымтай ұстаған қалпы ерге екпетінен жабысып алған. Екі көзі тек алда, жан жағына жалтақтап артық қимыл қозғалыс жасамайды. Міне Бурыл ат иіріліп қарап тұрған жұрттың тұсына жақын келіп қалды. Төртінші айналым таусылып енді қалған бір-ақ айналым. Сүлеймен ілгері таман тебіне шығып, Асқарға бәр даусымен айқай салды. Бас қамшыны, бас, деді. Асқардың құлақ тұрып аңдып келе жатқаны осы еді. Бұзаубас дырау қамшыны сауырлата көміп жіберді. Бурылдың да тілеген болғандай ытырылып, бейне бір тосын қосылған тың аттай өршеленіп шыға келді. Аршындап аяқ тастасына сүйінбеген адам жоқ. Бір кезек ол алдында кетіп бара жатқан саратты қуып жетіп басып озды. Одан соң Қаракердің ізіне түсті. Бас, қамшыны бас, деді Сүлеймен даусын Асқар естімесе де. Бас, бас деп өзге жұртта шуласады. Ойпырмай жануарай, мұна Бурыл мал екен ғой. Сөреге жарты айналып қалғанда Бурыл ат Қаракерді де қуып жетіп басып озды. Қарап тұрған жұрт не бір ойда ризашылықпен шулап қоя берді. Сүлейменнің көзінен қуанғандықтан жас шығып кетті. Бурыл ат сөреге жалғыз дара болып Қаракерден оқ бойы озып келді. Осы той, осы бәйгеден кейін Бурылдың даңқы көкке көтерілді. Оның Абай колхозында пайда болу тарихы, Бурылды жуасуда Сүлейменнің сіңірген еңбегі ауыздан ауызға аңыз болып айтылды. Енді Абай колхозында Бурылды тым құрса бір мінгісі келіп құлшынушылар бұрынғыдан да көбейді. Осы Абай колхозында Қорғасбай дейтін мойны басын безеу басқан дүкенші жігіт бар. Атқұмар қазақтың ол да біреуі. Бұған қоса Қорғасбайдың бойындағы және бір әдет, атқа мініп алған соң ауыл арасында ақырын жүруді білмейді. Көшедегі жұрт көрсін мені дегендей ылғи да соқтырылып шабуылдап жүргені. Үйінен шыға шауып, ат басын дүкенге келіп бір-ақ тірейді. Дүкеннен шыға шауып, үйіне есігінің алдына келгенде және бір-ақ тоқтайды. Қорғасбайдың бұл мінезіне мезі боп біткен кәрі әжесі, әй Қорғасбай қалқам, ауыл арасында шабуылдауыңды қой, деп мен саған қанша айтам. Біреу-міреуді басып кетесің ғой деп ылғи да ескертіп отырады. Бұл ескертпені Қорғасбай пішту құрлы көрмейді. Асылы тақымына тәуір ат деген кезде Қорғасбайдың делебесі қозып кететін болуға тиіс. Оның әлгідей шабуылдап бара жатқанда атқа отырысын өзі соншалық оғаш дарақы. Тізгінді қос қолдай тартып, шалқая шіренгенде екі аяғы аттың құлағына жетеді. Аяқтарын ұшын қаз етіп және де созып алады. Ауыл үйдің бір қора етін соңынан улата-шулата ертіп, екі жағына жалтақ-жалтақ қарап кетіп бара жатады. Жұрт үйлерінен шықпай-ақ бұл өтіп бара жатқан басқа емес Қорғасбай екенін біліп отырады. Осы Қорғасбай бір күні Кәрімге жалынып жата жабысты. Ағатай, борлыңды бере тұрш. Мына арадағы Заготскоттың базасына барып қана келейін. Бір тығы шаруам бар еді. Кәрім қиналыңқыраса да әлгінің көңілін қимады, берді. Қорғасбай қарғып мінді де әдетінше соқтыра жөнелді. Солығының екі етегі далая желбіреп жөнеп барады. Осы иттің осы әдеті-ай, ауыл арасында жай жүрсе болмай ма екен деген оймен Кәрім оның соңынан аз қарап тұрды да үйіне кіріп кетті. Содан арада 5 минуттай уақыт өтті ме, өтпеді ме, бір бала есіктен ентіге кіріп келді. Кәрім аға, Қорғасбайды машина қағып кетті. Бурылдың аяғы сынды. Кәрімнен бұрын үйден Сүлеймен атып шықты. Арғы көшеде жұрт у-шу болысып жатыр. Екі өкпесін қолына ұстап Сүлеймен жетті. Біраз адам жиналып қалған екен.
Алдыңғы бір аяғын баса алмай дір-дір етіп бурыл тұр. Жануар әп-сәтте сұры қашып, бүгіліп мүсәпір болған да қалған. Қолының басы шодырайып ісіп кеткенін көргенде Сүлейменнің жүрегі су ете қалды. Анадай жерде радиаторлардың бір жақ шеті майысып, колхоздың самосвал машинасы тұр. Сөйтсе тік төмен ағысып келе жатқан машинамен көлденеңінен шыға келген бурыл ат соқтысып қалыпты. Бәрі алаңғасар, елірме Қорғасбайдың кесапаты. Қорғасбай өзі дін аман, ештеңе де болмаған. Керек десе аттан жығылмапты да. Бурылдың қолының басы тоқпан жіліктің жауырынға жалғасқан тұсы күл болып кеткен. Сүлейменді көргенде бурыл ат басын шұлғой түсіп, ыңыранып қоя берді. Даусы да тұрған тұрысы, жасаураған көздері де кереметтей аянышты еді. Сүлейменнің сай сүйегі сырқырап, балқып кетті. Бурылдың басын құшақтап жылап жіберді. Бурыл ат енді ат болудан қалған еді.